Құрметті физматтықтар, әсіресе біздің ардагерлер, ұстаздар, ата-аналар, оқушылар. Сіздерді Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 76 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Аталарымыздың батылдығы, табандылығы мен патриотизмнің арқасында біз ашық аспан астында өмір сүріп жатырмыз. Уважаемые физматовцы, сердечно поздравляю вас с 70-летием победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на то, что последние годы праздник проходит в особых условиях, никто из ветеранов не забыт. Мы благодарим вас за мирное небо над головой, за вашу отвагу. Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Біз 7-ші Б сынып оқушылары, мектебіміздің ұстаз, ардагер ұстазы, тыл еңбектері Фатима Жұмағазы қызын 9-ші мамыр мерекесіне құттықтауға бара жатырмыз. Республикалық физика-математика мектебінің атынан Ұлы Отан соғысының ардагері 95 жастағы Александр Степановичті жеңіс күнімен құттықтауға бара жатырмыз. Ну, Праздником вас! Спасибо вам, труженик тыла, за мужество годы войны. Недолго юность застыла развалина Брестской стены. Вас ждали недетские игры по 20 часов у станка. Углали немецкий тигр, хлебнув тылового пайка. Спасибо вам, женщины, дети, за щедрость колхозных полей, за счастье в бумажном конверте, за веру отца сыновей. За то, что солдата укрыла шинель на холодном ветру. Спасибо вам, трудовик тыла, за ваш героический труд. Спасибо вам за эту победу. От всего сердца хотим поблагодарить вас за это чистое небо, за эту нашу мирную жизнь и за все, что мы имеем. Это все благодаря вам и вашим товарищам. Спасибо. Спасибо. Давай я тебя поцелую, щечку туда. А тебе успехов и быть, значит, так сказать, всегда впереди. Ничего не бояться, трудности есть, преодолевать надо. Я Булат Азирек, ученица 7 класса Республиканской физико-математической школы. От лица всех учащихся хочу поздравить вас, наш дорогой Александр Степанович. Да. Я знаю, сегодня для нас всех это праздник, но я никогда не забуду, какой ценой мы заслужили его через кровь, войну, трудности, тяготы военных лет. И самое главное, это те воспоминания, которых вы не сможете забыть никогда. Мы счастливое поколение, мы не знаем, что такое война. И это благодаря вам. Спасибо, спасибо. Атақты республикалық физика-математикалық мектептің оқушылары сол атамекенімізді күннен күнге жақсартып, күннен күнге оның тұрғындарын риза болатындай, жақсы тұратындай, балаларын жақсы тәрбиелейтін түрлі жақсы мектептер, техникумдар, жоғары оқу орындарын ашылуына Аллам нәсіп етсін, Алла Тағала. Ескерсін Алла. Мен мәншікпін, солдатымын майданның. Таныр мысың? Естіп бедің атымды? Ұзақ түкін аңдыстық, қулығыңды асыруға тырыстың.
Ақырында көзін тауып құлаттым. Дәл түбінен тигізіппін құлақты. Болды менің сырласымның біреуі, темір кірес тағынған. Аңғардың ба кімнің атқыш екенін? Жата бер, қалсын енді кектестік. Өлген жауға жерім ненің жетеді. Сен де маған мәлімсің. Әрине сен келген жоқсың қыз қолынан өлуге. Келгенсің сен біздің елді күйрете бір жеңуге. Музыкалы салтанатпен енуге. Бірақ оны Тәңірім тағдырыңа жазбапты. Неткен шым-шырт, тына қапты барлығы. Зеңбіректің күйген даусы қарлығып, тоқтағандай. Айғайлауға шыдамай. Тек мына бір ақ қайыңның жапырағы күбірлейді, күрсінеді, жылайды. Әлде кімнен өмір, бақыт сұрайды. Мама, мама, күнім деген сенсің ғой. Тек жыламашы, шыдап бақшы ерсің ғой. Бар емес бе бір еркектей намысың. Сағындың ба? Мен де сені сағындым. Қандай ана сағынбайды баласын, мама. Жүрегімде жалғыз өзің ғанасың. Әкем менің жазыпты алған айыпсыз. Біз жаладан жау семья сатандық. Мама, сақ бол, кетпесінші сындырып. Аяу білмес жүрегің тасқа толды, мама. Мен де саған оралған жасықпын. Оралмасам, қош, сау бол. Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Это день победы, порохом пропах. Это праздник, сединою на висках. Со слезами на глазах.